Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр. Сараның ұлы Атеш Жиһангерге жұмыс жайлы сұрауға келді. Жиһангер оны сразу жүргізуші етіп қабылдады. Ал Ясемин Атешті алып дүкен аралауға кетті. Сара Шерминге хабарласып, ұлынан хабар ала алмай отқанын айтты. Және де ол жұмысқа тұрды ма, тұрмады ма деді. Сөйтті де Шермин Жиһангерге біліп, құтты болсын Сара, ұлың жұмысқа тұрыпты деді. Зафер Қазымға келіп, эфирге шықпағаныңыз дұрыс болар, жүрегіңіздің қалауын тыңдаңыз деді. Жақсы, уәде беріп қойып едім деді. Ал Ахмет төменге түсіп Сераға келіп, біздің тойымызды ағам бұзғанды көрсетем мен оған деді. Біздің тойымыздың шырқын бұзып той болдырмағанды деді. Оны естіген Сера мәз-мейрам боп, рас айтасың ба деп қуанып кетті. Жиһангер Қазымды шақырып алып, аға, мен Шермин ғанымды ұнатып қалдым. Және де ол туралы бейнет аспа бар. Ол неде деді. Неде оны қорқытып отыр. Сені адвокатпен бірге ұстап беруімді деді. Сөйтті де Қазым ашумен Нерменге келіп, Шермин мен Жиһангер туралы бейнет аспаны ешкімге көрсетпейсің, және де ешкімге айтпайсың. Егер де біреуге көрсететін болсаң, осы үйден қуып шығам деді. Жүкті болғаныңа қатты қуан деді. Айтпесе ештеңе қарамай қуып шығар едім деді. Ахмет Қазымның тікелей эфирге шығатынын пайдаланып, тілшіні сатып алды. Қазым таңертең ұйқысынан тұрып, дастархан басына келіп, Мәжидеден мені бүгін қолдайсың ба деді. Әрине қолдайым ғой, жаным деді. Неджатқа хабарластым деді. Оны естіген Қазым көңіл күйі түсіп кетті. Қазым тікелей эфирге шықты. Сол кезде Нерменнің іші ауырып, ауруханаға түсті. Дәрігер өте қауіпті деді. Босану сәтіңіз жақындаған сайын қауіпті. Сіз бүгінше осында қалыңыз, бақылауымызда боласыз деді. Садетке мені Қазымыз деген болар деп айтты. Жоқ, сізді ешкім іздемеді деді. Сера мен Ахмет тойлауда, ал Қазымды тығырықтан шығарған Мәжиде. Тілшілер олардан сұрақ алып жатты, бірақ Мәжиде тілшілердің барлығын аузын жапты. Ал Қазым оған дән риза, рахмет жаным деді. Жиһангер мен Шермин бізді Қазым ағам недейінде құтқарды деді. Сол кезде Берен ханым ұлының артынан келді. Жақсы емделіп келдім, қазір менен құтыла алмайсыздар деді. Ол не дегеніңіз, олай айтпаңыз деді. Нермен Назылға хабарласып, менің жоспарыма келсесің бе деді. Әлі ойланудамын деді. Ал Қазым сахнаға шығып сөйлеп жатқан кезде экраннан Шермин мен Жиһангердің сүйісіп жатқандары барлығы ел көрді. Оны Шермин де Жиһангер де көріп, не болар екен деп, барлығы бір-біріне таңданыспен қарады. Оны ақыр соңында Берен ханым көргенде қатты ашуланды. Мен оларға көрсетем, тәрбиесіздерге деді. Қазым мен Мәжиде шығып келатыр. Сол кезде алдарынан Берен ханым шығып, тәрбиесіз, сен ұлымды айналдырдың, анаң да кіші ұлымды айналдырды деді. Қазым болса, ана қойыңыз енді, Мәжидеге қарап сөйлемеңіз деді. Сен маған кімге қалай сөйлеу керектігімді үйретпе деді. Ясемин, анамды тез-тез алып кет деді Қазым. Берен ханым Шерминнің заттарын жинастыруды тапсырды. Ал Қазым Нерменді іздеуде. Назлы үйіне келсе, есік алдында Нермен келіп тұр екен. Сен мұнда не ағып жүрсің деді. Сен қайда жүрсің, біз тоңып қалдық қой балам екеуміз деді. Істі бірге бастадық па, енді аяғына дейін жеткіземіз деді. Ал Жиһангер болса Шерминге, бол енді жыламашы, барлығы шешіледі. Екеуміздің айырмашылығымыз жас айырмашылық қана ғой деді. Жоқ, жас айырмашылық қана емес деді. Ал Мәжиде болса Сараға келді. Апам сенің үйінде ме деді. Жоқ деді. Не болды деді. Қатты қиналып кеттім Сара деді Мәжиде. Ал Назлы енді не істерін білмей отыр. Мен босанғанша осы үйде болам. Сен мен балама жақсы тәте боласың.
Танер ме деді. Қайдағын айтпа деді. Болмаса Қазым барлығын білет деді. Қазым Назлыға хабарласып, барлық мән-жайды білдің бе деді. Жоқ, сабыр сақташы деді. Осындай жағдайда мен қалай сабыр сақтаймын деп Қазым қатты ашуға мінді. Жарайды деп телефонды сөндірді. Ал Мәжиде Сарадан сен апам мен Жиһангер туралы арақатынасты білдің бе деді. Жоқ, мен ештеңе білген жоқпын. Мен өз баламмен әлек болып жүргенде апаңа назар аудармаппын деді. Сол кезде есік қоңырауын біреу басты. Ашша Шермин келіп тұр екен. Ана, кел, мен осындамын деді. Ал Шермин кірерін шығарын білмеді. Сол кезде Мәжиде анасының қасына отырғызып алып, ана, сен менің күйеуімнің інісінде нең бар? Басқа біреуді сүйіп қалсаң бір жөн ғой. Жас айырмашылықта да ештеңе болмас еді. Бірақ сен мені аналар сұр жыландарға өз қолымен ұстап бердің ғой, ана деді. Ал Мәжидені түнде Қазым үйіне алып кеткен. Мәжиде Қазымға, сен бұл туралы білдің бе? Сен бейжай қарап отырсың ғой. Жоқ, білмедім деді. Нермин ұйқысынан тұрып, Назлыға маған таңғы асты даярламайсың ба деді. Және де бейнетаспа туралы Қазымға ештеңе де айтпа. Айтпесе Қазым барлығына екетегі жиіліп бәрін білет деді. Одан да сен былай деді. Ал Берен ханым Нерминнің үйде жоқ екенін естіп, ол қайда кетті деді. Заттарын жинап кетіп қалды деді. Мен оған қазір қоңырау шалайыншы деп телефонын ала бергенде үйге Жиһангер келді. Сен бала не істеп жүрсің деді. Апа, сіз маған ештеңе демеңіз. Ол әйел сенің басыңды қалай айналдырған деді. Сіз тунышты қалай айналдырсаң, солай айналдырды деді. Ал Шермин ханым, Сараға мен қолымды көтеруге шамам жоқ. Тамақтанбаймын да, тамақ жеуге де, өмір сүруге де қақым жоқ деді. Ал Ахмет бұл бейнетаспаны шығарған кім екенін және шығарған адамға ризашылығын білдіріп отырды. Сера да риза кейіпте. Бейнетаспаның жоғалғаны және де оның өз қызметкерлер жасағандығын алға тартты Назлы. Ол қалай болғаны деді. Ал Мәжиде бар шындықты білгенде орнынан тұрып кете барды. Арнама тіркеле